Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгін өтетін тақырыбымыз әнелдің шашы ұзын. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Балалар әдеттегідей жаңа сөздермен танысамыз. Менің шашым. Суретке назар аударайық. Менің шашым көзім. Менің шашым мои волосы. Сенің шашың твои волосы. Оның шашы ее волосы. Шашы қоңыр. Волосы коричневые. Дұрыс айтылуына қараймыз. Ребята, произнесите правильно. Ұзын, ұзын, қысқа, қоңыр, қоңыр, сары. Ендеше, бүгінгі тақырыбымыз ұзын және қысқа шаш туралы екен. Шаш, волосы, ұзын, ұзын, длинный, қысқа, короткий. Қоңыр, коричневый. Мынау кім? Мынау әнел. Әнелдің шашы қандай? Какие у нее волосы? Әнелдің шашы қара. Және әнелдің шашы ұзын. Мынау Анна. Аннаның шашы қандай? Аннаның шашы қоңыр және қысқа. Жақсы балалар, жаңа сөздерді дәптерге жазып аламыз, еске сақтаймыз. Ұзын. Ұзын длинный, қысқа короткий. Суретке назар аударайық. Обратите внимание на картинку. Бұл әнел. Бұл әнел. Әнелдің шашы ұзын. Әнелдің шашы ұзын. Ұзын дегеніміз қалай аударады екен? Как переводится слово ұзын? Длинные. У нее длинные волосы. Жақсы. Бұл Анна. Бұл Анна. Оның шашы қысқа. Это Анна. У нее короткие волосы. Қараймыз суретке. Ұзын, қысқа. Осы сызықша арқылы ұзын және қысқа сөзінің мағынасын түсінеміз. Длинные, короткие. Запоминаем новые слова. Ұзын, қысқа. Жақсы балалар, келесі суретке назар аударайық. Бұл менің досым Әлібек. Мынау Әлібек. Это мой друг Әлібек. Оның шашы қоңыр. Қоңыр. Как переводится слово қоңыр? Коричневые волосы. Әлібектің шашы қоңыр екен. Бұл менің досым Саша. Это мой друг Саша. Оның шашы сары. Қоңыр шаш, сары шаш. Есімізге сақтап алайық. Әлібек және Саша. Қоңыр шаш, сары шаш. Енді оқылым тапсырмасына кезек береміз. Мәтінді оқы. Бұл менің досым әнел. Мынау әнел суреттегі балалар. Әнелдің шашы ұзын. Ұзын. У нее длинные волосы. Оның шашы қара. Длинные и черные волосы. Мынау менің ағам Қанат. Қанат. Менің ағам. Қалай болады менің ағам деген? Это мой старший брат Қанат. Оның шашы қысқа. Қысқа. Короткие волосы. Қанаттың шашы қоңыр. Коричневые. Менің шашым ұзын. Сенің шашың ұзын ба, қысқа ма? Прочитаем текст
Теперь отвечаем на вопросы. Бұл кім? Бұл менің досым Әнел. Дұрыс. Әнелдің шашы қандай? Әнелдің шашы ұзын. Бәрекелді балалар. Үшінші сауалға кезек берейік. Қанаттың шашы қандай? Мына қанаттың шашы қандай? Қанаттың шашы қысқа, короткие, және қоңыр, и коричневые. Кімнің шашы қоңыр? Қайтадан жауап беріп көрейік. Әрине, қанаттың шашы қоңыр. Кімнің шашы ұзын? Ұзын. Менің шашым ұзын. Әнелдің шашы ұзын. Және менің шашым ұзын. Менің, мои. Менің шашым ұзын. Мои волосы длинные. Мәтінді тағы бір мәрте оқимыз. Еще раз прочитаем текст. Попробуйте ответить на вопросы. Әнел мен қанаттың шаштары туралы екен. Енді балалар, айтылым тапсырмасы. Говорение. Устное задание. Оның шашы қандай деген сұраққа жауап бер. Ребята, давайте ответим на вопросы. Какие у них волосы? Қандай шаш екен? Ұзын шаш. Әлбектің шашы қысқа. Атамның шашы қысқа. Әнелдің шашы ұзын. Әнелдің шашы қоңыр. Аннаның шашы қысқа. Аннаның шашы қандай? Аннаның шашы сары. Біз осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жазылым тапсырмасы. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Қажетті сөздер, нужные слова. Бос орындарға қойып жазамыз балалар. Бұл сендерге түсінікті деген ойдамын. Еске сақта. Менің анамның шашы ұзын қара. Менің досымның шашы қысқа, түсі сары. Мынау менің досым. Бұл Саша. Сашаның шашы қандай? Сашаның шашы қысқа, Сашаның шашы сары. Ендеше балалар, бүгінгі сабақтан ұзын, қысқа, қоңыр, қара сөздерінің мағынасын түсіндік. Мәтінмен жұмыс жасалды. Сұрақтарға жауап бердік. Суретпен жұмыс жасадық. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.